Сәлем достар, жүкті әйел ең бақытты әйел деп бекер айтылмаған. Себебі оның жанарында бақыт, жүрегінде махаббат, ал ішінде жаңа өмір. Жаңа өмір ол жаңа ұрпақ, ал ұрпақ жаңғырту барлық тірі ағзаға тән қасиет. Көбею түрдің тіршілігін жалғастырып, сақтап қалуды қамтамасыз ететін физиологиялық үдерістердің жиынтығы. Бала көтеру ол жай 9 айдан соң пайда болатын жаңа өмір емес, бұл адам көзіне көрінбейтін 40 аптаның әр секундында тоқтаусыз жүретін ғажап процесс. Сіздермен бірге қызық телеарнасы. Бүгін біз бойға баланың бітуі қалай жүретіні жайында айтатын боламыз. Ер мен әйелдің жыныстық қатынасынан сәби пайда болатынын білеміз. Жыныстық қосылу кезінде еркектен тұқымдық шәуһат, яғни сперма келетіні белгілі. Мұның ішінде 200-ден 500 миллионға дейін шәуһат денешіктер, яғни еркектің тұқым клеткалары болады. Олар ер адамның тұқым бездерінде түзіледі. Мұны студент Гам бірінші болып ашып, 1677 жылы оны Левенгук сипаттап жазған. Жатыр мойнының қынап жағына қарап тұрған артқы қуысына келіп құйылған осынша көп шәуһат қайда кетеді деген сұрақ туады. Бұған біз жауап берейік. Шәуһат денешіктердің біразы сыртқа шығып кетеді, ал қынап ішінде қалғандарының көпшілігі өліп қалады. Өйткені қынаптың қышқыл реакциясы оларға жаман әсер етеді. Сондықтан бала көтергісі келетін әйелдерге дәрігерлер жатарда 1 литр суға шай қасық ас содасын ерітіп, қынап ішін бүркіп жууға кеңес береді. Ас содасының сілтісі жоғарыда аталған қышқыл реакцияны жояды. Ары қарай неғұрлым күшті денешіктер жатыр мойнының каналы арқылы оның ішіне өтеді де, одан кейін жатыр трубасының ішіне түседі. Төсек қатынасынан кейін денешіктер жарты сағат ішінде жатыр ішіне жетіп, 1-2 сағаттан кейін жатыр трубасында болатынын зерттеу жұмыстары дәлелдеп отыр. Шәуһат денешіктер өздерінің қозғалғыш құйрықтарының көмегімен жүретіні ертеден мәлім. Сондықтан нәресте пайда болу үшін шәуһаттың қалай құйылғандығы маңызды емес. Дегенмен көптеген тәжірибелі аналар бала көтергісі келетін жас келіншектерге төсек қатынасынан соң орнынан тұрмай аяқты жоғары көтеріп жатуға кеңес береді. Ал егер дәрігер сізге жатырдың артқа қисайғанын айтқан болса, онда керісінше етпетіңізден жатыңыз. Денешіктердің бұдан кейінгі тағдыры жатыр трубасының ампулярлық бөлігінде әйелдің жыныс клеткасымен кездеспеуіне байланысты. Егер кездесе қалса, онда олар қосылады, яғни ұрықтанады, жаңа тіршілік басталады. Кездеспесе, шәуһат денешіктер құрсақта жойылып кетеді. Яғни нәрестенің пайда болуы осы екі факторға, аталық ұрықтың күштілігіне, қозғалғыштығына және әйел трубасының ұрық өткізуге қабілетті болуына тікелей байланысты. Сәби сүйгісі келетін әрбір жұп дәрігерге бірге қарауға тиісті. Біздің ұлттық менталитетімізге сай, әдетте әйелдер жылдар бойы жалғыз емделіп жүре береді, ал соңында кінәрат ер адамда болып шығады. Бір айта кетерлігі, әйелдерге қарағанда ерлердің бала сүюге деген қабілетін арттыру жеңілдеу, өйткені еркектік тұқым әрбір 3 ай сайын жаңарып отырады. Екінші фактор әйел трубасының ұрық өткізуге қабілеттілігі дедік. Оны рентген немесе УДЗ ультрадыбыстық зерттеу арқылы анықтаудың жолдары бар. Екі трубасы мүлдем бітелген әйелге дәрігерлер эко, яғни қолдан ұрықтандыру тәсілін ұсынады. Дегенмен трубаны қалыпқа келтірудің консервативті әдістері де бар. Ең бастысы үмітті үзбеңіз. Бір данышпан дәрігер әйелдің жыныс мүшелері бар кезде, мейлі оларда ақау болса да, оның бала сүюге қашанда мүмкіндігі бар деген екен. Сонымен баланың бітетін мезгілі соңғы етеккірдің бірінші күнінен санағанда 11-18 күн өткенде болатыны тәжірибеде анықталған жағдай. Жатырдың кілегей қабығында бала бітер кезінде біткеннен кейін де ерекше өзгерістер болып жатады. Кілегей қабық ісініп, қалындайды, жақсарып, барқыттай құлпырып кетеді. Жатырдың кілегей қабығына аналық клетка жетіп, орналасуына қажетті жағдай осылайша жасалады. Ал егер жатырдың кілегей қабығында жоғарыда аталғандай өзіне тән өзгерістер бола қоймаса, немесе ол жеткіліксіз мөлшерде болса, онда ұрықтанған тұқымның жатырға ену процесі бұзылады. Осыдан барып әйелдің түсік тастауы мүмкін. Кілегей қабықтың ақаулары дәрігердің бақылауы бойынша гормондар қабылдау арқылы реттеледі. Қорыта келгенде, ұрықтанған тұқым жасушасының жатырға енуі және болашақ адамның өсіп жетілуі ер мен әйел ағзасынан асқан дәлдікті талап ететін ғаламат құбылыс. Халқымыздың баланы Құдай береді дейтіні де осыдан болар.
Жүктіліктің бірінші, екінші, үшінші аптасында бұл аптада циклде жаңа өмір беретін жұмыртқа жасушасы, яғни көшбасшы анықталады. Бұл кезде ата-ананың генетикалық ақпараты бірігіп, жаңа өмір басталады. Төртінші аптада нәресте тез бөлінетін жасушалар жиынтығы сияқты болады. Егер оны үлкейтіп қарасақ, ұрық таңқурайға ұқсайды. Ал жүктіліктің бесінші аптасында ең маңызды жүйенің қалыптасуы басталады. Сөйтіп, өздігінен өмір сүру үшін маңызды болып табылатын жүрек, тамыр мен тыныс алу жүйесі қалыптасады. Келесі аптада болашақ баланың қолы және аяқтары, ішкі құлақтың бөліктері мен көмей пайда бола бастайды. Жетінші аптада ұрықта бас ми белсенді дамып, асқазан, ішек жолдары мен өкпесі пайда болады. Сегізінші аптада табиғат деген ұлы мүсінші шебер жұмыспен айналысады. Бұл кезде құлақ, мұрын және үстіңгі ерін, сондай-ақ қолдың саусақтары қалыптасады. Жүктіліктің 9-шы аптасында ұрықтың арқасы түзеліп, құйрығы кебе бастайды. Сөйтіп баланың миы қарқынды дамиды. Келесі аптада сүт түстер қалыптаса бастайды. Ұрық енді өзін соққы мен шайқалудан қорғайтын сыртқы қорғаныш сұйықтық қабықпен қоршалады. 11-ші аптада болашақ баланың жыныстық сипаттамалары белгілі болады. Ал болашақ ата-ана заманауи құрал-жабдықтардың көмегімен іштегі сәбидің жынысын біле алады. Сонымен қатар ұрықта көздің түсі де анықталады. Жүктіліктің 12-ші аптасында болашақ нәрестенің іс жүзінде барлық ағза жүйесі қалыптасып болады, ал қалған уақытта олар өсіп дамиды. 13-ші апта жүктіліктің алғашқы триместрі аяқталады. Осылайша бала орны, яғни ұрық жолдас толығымен қалыптасып бітеді. Енді ол анадан балаға қоректік заттар мен оттегіні жеткізуге жауап береді. 14-ші аптада нәресте алғашқы нәзік өкпен жабылады. Ол өз кезегінде сәбиді қоршаған сулардан қорғайды. Жүктіліктің 15-ші аптасында баланың кішкентай жүрегі тәулігіне 20 литрден артық қан өткізеді. Ал нәрестенің терісі жұқа және қызыл болады. Ол сондай-ақ ет жинаған баладан әлдеқайда ерекшеленеді. 16-ші аптада ұрықтың басы кеудеге қатты жабыспай, бірте-бірте түзеледі. Сондай-ақ бұл кезеңде баланың бетінің бұлшық еттері шыққандықтан бетін тұжырайтып қабағын түйе алады. 17-ші аптада дененің жылу алмасуына қажетті қоңыр май жинала бастайды, бірақ тері асты майы әлі қалыптаспайды. Жүктіліктің 18-ші аптасында ортаңғы құлақтың құрылысы жетілетіндіктен бала сізді ести бастайды. Сондықтан баламен әңгімелесіп және оған балалар әнін айтудың уақыты келді. Келесі аптада бала өсіп және аяқ-қолдары айтарлықтай пропорционалды бола бастайды. 20-ші аптада бала басында жұмсақ түктері бар, яғни қолы мен аяқ саусақтарында кішкентай тырнақтары бар кішкентай адам болады. Ол іште жатып есінейді, сондай-ақ жұдырығынан сорып аунайды. 21-ші аптада ағзаны жұқпалы ауруларды қорғауға жауапты болатын қан жасушалары өндіріле бастайды. Ал жетілген тіл бүктерінің арқасында ұрық қоршаған судың дәмін сезеді. 22-ші аптада нәресте қолын, аяқтарын, бетін сипап, саусағын сорады және аяқтарымен жатыр қабырғасынан итеріледі. 23-ші аптада ұрық тері жасушаларының майымен қамданады. Ал 24-ші аптада сәби айтарлықтай үлкейіп ет алады. Бұл уақытта бала бүкіл жатырды алып, оған бұрынғыға қарағанда қозғалу қиын болады. Келесі аптада сүйегі бітіп, буындар пайда болады. 26-ші аптада сәби көзін аша алады. 3-ші триместр 27-ші аптадан басталады. Бұл кезде ұрықтың дамуы әлі аяқталмағанымен салмағы 1000 грамм болатын нәрестенің барлық негізгі жүйелері жұмыс істейді. 28-ші аптада ми өсіп, жаңа жасушалар мен нейрондық байланыстар қалыптасады. 29-ші аптада сәби өз дене температурасын реттеп үйреніп болады. 30-ші аптада баланың көзі толығымен ашық болады. Бұл уақытта ол анасының ішімен өтетін қарама-қарсы жарықтарды сезеді. Келесі аптада сәби қатты дауыс пен ауырсынуды сезе бастайды. Мысалы, дәрігерлер ішті сипаған кезде сіз баланың қозғалысын сезіне аласыз. Жүктіліктің 32 аптасында бала сыртта не болып жатқанын бәрін жақсы естиді. Ол анасының жүрек соққысын, ішектің қозғалысын және кіндік арқылы өтетін қанның шуын танып біледі. Міне сондықтан да нәресте дүниеге келгеннен кейін анасы оны кеудесіне басқанда тыныштанады. Себебі бала өзіне таныс анасының жүрек соққысын бірден таниды. 33-ші аптада балада қозғалуға жеткілікті орын болады. Алайда күн сайын уақытша үйдің кеңістігі, яғни жатыр ол үшін тарыла бастайды. Келесі аптада тері асты майы ұрық терісіне тегіс және қызғылт реңк беретін бала салмағының 1/10 бөлігі құрайды. 35-ші аптадан бастап нәресте ағымдағы салмағына шамамен 2550 грамм, аптасына 200-220 грамм қоса бастайды. Келесі аптада баланың беті тегістеліп томпаяды.
37-ші аптада нәресте жарық дүниені көруге дайын және жатырда өзіне ыңғайлы позада жайғасып алады. 38-ші аптада бала алғашқы түктерін жоғалтады және бастапқы майлау азайды. Жүктіліктің 39-ші аптасында жатыр қабырғасы уақыт өте тарылып, босануға жаттығады. 40-ші аптада тууға жақын қалғанда ұрықтың қозғалысы баяулайды, ал баланың ішегі алғашқы нәжіске толып тұрады. Сондықтан нәресте кез келген уақытта дүниеге келуі мүмкін. Жүктіліктің 41-ші аптасында болашақ нәрестенің барлық органдары мен жүйесі кез келген уақытта өздігінен жұмыс жасауға дайын болады. 42-ші аптада баланың барлық саусағындағы тырнақтары мен шашы ұзын болып өсіп кетеді. Сондай-ақ оның көздері ашық болады және бала қайтадан белсенді бола бастайды. Бүгінгі берілген ақпараттар лебі осындай. Ұнаса лайк басып комментарий жаза кетіңіздер. Қазақ каналын қолдайық.